Ассалаумағалейкум, қазақтарым. Ашты да болса турасын айтайын, көп адамдар қазақтарымыз ақымақ. Неге дейсіздер ғой? Мысалы, адам деген бір рет ұрынғаннан кейін тоқтап ойлану керек. Ал енді біздің қазақтар тоқтамайды. Мысалы, пирамидаларды алайық. Қаншама адам ақшасынан айырылып қалды. Соған қарамай, әрі қарай ойнай береді. Сол сияқты мына паразиттер қазір, аферистер, мошенниктер, проходимстер көбейіп кетті. Әншілердің арасында, артистердің арасында. Мысалы, Қайрат Нұртас деген тақауда бір қара Porsche Cayenne машинасын қойып ойнатты. Одан кейін ол машинаны қаншама артистердің инстаграмынан көрдік, бәрі ойнап жатыр. Бұл не деген бітпейтін машина. Сол сияқты тақауда тағы да Қайрат Нұртастың шешесі, әйелі бәрі гелен машинасын қойды. Қаншама ойыншықтар, приздар қойды. Сосын мен шыдамай жаздым. Құдайдан қорықсаңдаршы. Егер сонша халыққа жандарың ашып бара жатса, неге осы машиналарыңды, приздарыңды сатып, ақшалай неге көмектеспейсіңдер мұқтаж адамдарға деп мені удалить етіп тастады. Сондықтан қазақтарым, ойланыңдар, сендер кімсіңдер? Әкесісіңдер ме, шешесісіңдер ме, ағасысыңдар ма, қарындасысыңдар ма? Сендерге кім беру керек? Қандай мақсатпен жүріп жатқан бұл ойынның неге ұқпайсыңдар? Сендер жай ғана ақымақтың бірі болып, орысша айтқанда лохтың бірі болып, осы артистердің, подписчиктердің санын көбейтіп жатырсыңдар. Олар әдейі осындай мошеннический программаны қолданады. Ол программаға алдын ала қандай ұтыс ойындарында ойнайтын нөмірді кіргізіп қояды. Сосын бұл программаны қосқан кезде ешкім ұта алмайды. Тек өздерінің алдын ала жазып қойған нөмірді ғана ұтып шығады. Сондықтан қазағым, тоқтаңдар, ойланыңдар, ақылға салыңдар. Қашанғы жемтік болып жүресіңдер осындай мошенниктердің. Паразиттерді байытуды тоқтату керек.